Қайырлы күн достар, мен сіздерге маршрутта қалай 75 теңгемен жүруді көрсететін боламын. Менің YouTube каналыма подписаться етіп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Бұл тек үлкен автобустардағы осындай құрылғысы бар автобустарда ғана жарайды. Сіз Билайн ұстайтын болсаңыз, приложениесін орнатып аласыз. Мой Билайн деген. Осыны ашып, ішінде единицасы болу керек. Менде обновление жүріп жатыр. 130 теңге бар. Және аны транспорт деп тұрған таңдап, сканировать етеміз QR-кодты. Жаңа автобуста тұрған. Ол автоматты түрде сканировать етіледі де, сізден уже ақша алынады. Қазір акция жүріп жатыр. Сізден 85 теңге алады және 10 теңгеңізді қайтып береді. Менен 85 теңге алды және 10 теңгені қайтадан қайтып берді. Сонда бас аяғымен 75 теңгемен автобусқа міндім. Бұл акция 2 ретке жарайды, яғни баруға және қайтуға. Басқа мобильді қосымшаларда да осы болу керек. Актив, Теле2 көрсеңіздер болады. Бірақ менде Билайн болғандықтан Билайн арқылы төлеу тиімді болды. Біздің қызылордалықтарда Билайн номер ұстайтындар көп, сондықтан біреуіне болмаса біреу пайдам тиер. Достарыңызбен бөлісіңіздер, таратыңыздар, WhatsApp группаларға жіберіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.